Сәлем достар, біз бүгін тәжвид сабағының кезекті дәрісін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәл және зәл әріптерінің сөздің басында немесе ортасында және соңында келуіне байланысты түрленуі. Дәл әріпіне назар аударатын болсақ, дәл әріпі алфавитте мына кейіпте жазылады. Енді осы дәл әріпі сөздің басына келгенде де дәл осы алфавиттегі кейіпте жазылады. Неге? Өйткені дәл әріпі өзінен кейінгі келген әріптермен ешқашан жалғанбайды. Өзі дара ғана болады. Алдынан келген әріп болса жалғанады, алайда өзінен кейін қандай да бір әріп келетін болса, онымен жалғанбайды. Демек, өзінен кейінгі келген әріп бейне бір сөздің басындағы сияқты болып, сөздің басындағы кейіпте ғана жазылады. Мысалға, дахаля деген сөз алатын болсақ, дахаля деген кірді деген сөз. Дәл әріпі, одан кейінгі келетін х әріпі бұл дәлге жалғанбайды. Бейне бір сөздің басында келген сияқты жазылады. Дә, х және де ләм әріпі былай болады. Дә, х, дә. Назар аударатын жеріміз мына тұсқана. Яғни дәл әріпі байқағаныңызда ешқандай әріпке жалғанбайды. Екінші, сөздің ортасында қалай келеді? Сөздің ортасына қараңыз, бір әріптің соңғы келген, соған дәл әріпі алфавиттегі сияқты жалғана қалады. Яғни, мысалға, кәдара деген сөз алатын болсақ, кәф сөздің басына былай жазылады, бұған біз кейін тоқталамыз. Енді кәф әріпінің соңы бар ғой, соған бетіп барып дәл жалғанады. Кәдә, және де одан кейінгі келген ро әріпі, кәдара, бұл ро әріпіне дәл жалғанбайды. Біз жаңа айтқан болдымыз, дәл әріпі өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Қай жерге назар аударыңыз, міне, мына шетке, мына тұсқа кәдара деген сөз. Бұлғанды деген сөз, кәдара. Енді дәл әріпінің сөздің соңындағы түріне мән берейік. Дәл сөздің ортасындағы сияқты. Міне, бір сөздің соңғы келген, соған барып дәл әріпі жалғанады. Мысал үшін алатын болсақ, хасада сөзі, қызғанды. Ха, сейін келеді, хаса және де дәл әріпі былай жалғанады. Ха, са, да. Мән беретін жеріміз мына тұс. Қорытынды, дәл әріпі өзіне дейінгі әріпмен жалғанады, өзіне дейінгі әріпке жалғанады, алайда өзінен кейінгі әріппен ешқашан жалғанбайды. Және де өзіне дейінгі әріппен жалғану үшін де оның алдындағы әріп оны қабылдайтын болу керек. Әйтпесе өзі сияқты өзінен кейінгі әріппен жалғанбайтын бір әріп келетін болса, бұл да өзі дара жазылады. Енді біз қазір зәл әріпін өтейік. Зәл әріпі алфавитте дәл әріпі сияқты жазылады. Екеуінің айырмашылығы не? Зәл әріпі төбесінде нүктемен келеді. Сөздің басында дәл әріпі сияқты жазылады, міне. Зәл. Енді бұған мысал беретін болсақ, мысалға зәкара деген сөз, еске алды деген сөз. Зә, бұдан кәф келеді бұлай қарай. Ро. Зәкара. Көрдіңіздер ма? Дәл әріпі өзінен кейінгі әріппен жалғанбайды. Тура дәл әріп сияқты. Зәкара. Енді бұл дәл әріпінің сөздің ортасындағы кейіпіне мән берейік. Тура дәл әріп сияқты, алайда нүктесі ғана бар. Айырмашылығы демек жазылғанда да сол сияқты болады. Кәзәбә сөзі, өтірік айтты деген сөз. Кәф, кә. Кәфтің аяғына бетіп барамыз, дәлді жалғаймыз. Кәзә және де бәрбі. Кәзәбә, өтірік айтты деген сөз. Яғни қарасаңыздар өзінің алдындағы әріппен жалғанған кәфпен, өзінен кейін келген бәмен жалғанбаған. Енді сөздің соңындағы кейіпіне мән берейік. Тура дәл әріп сияқты болды. Өзінің алдындағымен жалғанған, кейінгімен жалғанбайды. Яғни бір сөздің аяғы келеді, оған дәл әріп осылай жалғанады. Мысал беретін болсақ, жәбәзә, тартты деген сөз. Жим артымен біз өткенбіз. Мына шеттен бастап бә жалғанады. Жәбә, енді бәнің аяғы жағына келіп, дәл әрпі былай жалғанады. Жәбәзә, тартты. Мән беретін жеріміз мына тұс. Осымен біз дәл және зәл әріпінің түрленуімен таныстық. Келесі сабақта біз ро және зәй әріптермен танысатын боламыз. Сау болыңыздар.